Сәлем сұлулар, бұл мен ғой тоқыма шефе, бірақ бүгін тоқыма емес, мынандай көйлек тігейін деп жатырмын. Өзім бір ескі бір юбкам бар еді, содан тігейін деп, қызыма көйлек тігейін деп ойландым. Баймен қырылып жүріп, Каспийден ондай бір машинка сатып алғам, негізінде ше. Оны біраз істетіп, тілін түсінбей, в общем, көп болғам, шаң басып кетті, құрсын. Енді соның керек жарақтарын бәрін дайындап, в общем, май құйып кәдімгідей машинаның майын құйғанда ше. Ой, қиямет, газын тық тоққа. Осылай бәрін жасап, ал енді астын ашып тексеріп тастайық деп, астын ашып тексеріп тастадық, в общем. Дымын қоймады ғой. Енді тексеріп көрейін деп ойласам, орындық жоқ қой, тоба орындығымда кеп алдым да, ал тексеріп көріп жүре ма деп, жүріп тұр екен. Замокты бастайын деп ойладым. Замокты өмірінде тік көрмеймін, итшілеп жүріп әйтеуір өзімнің лайфхагым қолданып тіктім осылай. Қазір көресіздер қандай шыққан. Ойбай, осылай шықты ғой. Ал енді нақатын оң бетімен біріктіріп жатыр деп ойлап жатқан шығарсыңдар. Ойбой, оң бетімен тіктім, өзінше бір лайфхак қолданып, оны бір тігіншілер білетін шығар енді. В общем, осылай артығын кесіп тастадым, қайтадан теріс қарап тігем, қазір көрсіздер. Қайтадан теріс қарап тігіп шықтым. Осылай көріп тұрғандарыңдай. Ал сөйтіп ойлап қарасам, болсай тексіз тігіп атқан сияқты. Ойлап қарасам, мойны қап кеткен, қол қап кеткен, онда тігіп шықтым ғой. Нәтижесінде осындай көйлек шықты. Да-да-дам. Сұлулар, жай ғана көре бермей подписать етіп кетсеңдерші, лайк басып